Сәлеметсіңдер ме балалар, менің арнама қош келдіңдер. Біз бүгін 7 сынып қазақ тілі 16 сабақты өтетін боламыз. Сабақ басталмас бұрын маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырып 16 параграф, ең басты байлық. Оқылым мәтінін оқып шығайық. Ертегіні рөлге бөліп оқып, қойылым көрсетіңдер. Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде, уайымсыз жалқаулардың бірі. О, жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әдейі әкелген соң, дәулеті шалқыған бай етіп жаратсаң етті. Жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүретін жасымда ішсем тамаққа, кисем киімге жармай жүрген түрім мынау, деп уайымдап қайғырып отырыпты. Оның бұл мұңын естіп қалған бір ақсақал, қарағым, сен несіне қайғырасың? Байлықтың бәрі өзіңде тұр ғой депті. Ақсақалдың сөзін өзін мазақтағаны деп түсінген жігіт, сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз деп ашуланыпты. Ақсақал, екі көзіңді маған сатшы, қалағаныңша алтын күміс берейін, дейді. Жігіт одан да қатты ашуланып, екі көзден айырылған кейін сіздің алтын күмісіңіздің керегі не? Ондай байлығың өзіңе депті. Осылайша ары қарай 12 мүшесіне біртіндеп саудаласып, сұрай бастаған ақсақалға әбден ашу келген жігіт, ат басындай алтын берсеңіз де ешқайсысын сатпаймын, өйтіп мүгедек болар жайым жоқ, деп кесіп айтады. Сонда барып ақсақал, балам, ендеше, адамның ең қымбат байлығы денсаулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам бай адам, оны ешқандай байлыққа, алтын мен күміске айырбастап ала алмайсың деген екен. Бұл халық ертегісі. Енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Балалар, бізге екі сұрақ берілген. Бірінші сұрақ, байлық дегенді қалай түсінесіңдер? Екінші сұрақ, ертегінің түйінін бір ауыз мақалмен айтыңдар. Енді осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы, байлық дегеніміз ақша мен киім емес, ол адамның денсаулығы. Адамның ең басты байлығы ол денсаулық. Екінші сұрақтың жауабы, ертегінің түйіні денсаулық зор байлық. Енді жазылым тапсырмасын орындайық. Ойлан, жұптас талқыла әдісімен оқылым материалы негізінде қорытынды пікір жазыңдар. Оқылым материалының негізгі ойы адамның нағыз байлығы денсаулығы. Адамдар байлықты көбіне материалдық тұрғыдан қабылдайды, бірақ рухани байлық пен денсаулық одан да маңызды. Денсаулық шынайы өмір құндылығы, өйткені дені сау адам ғана бақытқа жетеді. Ақсақалдың мысалы денсаулықтың алтын мен күмістен де жоғары екенін көрсетеді. Сондықтан әркім денсаулығын бағалау керек. Үшінші тапсырма. Сөз тіркестерінің синонимдік қатарын жазыңдар. Жаратқан ием, жарық дүние, жалғанды жалпу, ішсе тамаққа, кисе киімге жармау. Ат басындай алтын. 12 мүшесі түгел адам. Енді осы сөздерге синонимдік қатар жазып көрейік. Жаратқан ием, Алла, Құдай, Тәңір. Жарық дүние, бұл өмір, тіршілік, өмір әлемі. Жалғанды жалпағынан басу, шалқып өмір сүру, бай қуатты өмір сүру. Ішсе тамаққа, кисе киімге жармау, мұқтаждық көру, жоқшылық көру, ашқұрсақ болу. Ат басындай алтын, көп алтын, байлық, мол қазына. 12 мүшесі түгел адам, дені сау адам, кемшілігі жоқ адам, аман есен адам. Әдеби тіл нормалары. Енді осыған байланысты 4-ші тапсырманы орындайық. Ертегідегі сөйлемдердің интонациясын құбылтып оқып көріңдер. Интонация өзгергенде сөйлем мағынасында қандай өзгеріс болатынын айтыңдар. Интонацияның өзгеруі сөйлемнің эмоционалдық мағынасын өзгертеді. Мысалы, о жаратқан ием-ай. Интонация көтеріңкі болса, реніш пен наразылық, ал сабырлы айтылса, тілек сезіледі. Жалғанды жалпағынан басып, ашулы. Интонация ренішті. Мұңды интонация өкінішті білдіреді. Екі көзіңді маған сатшы. Қатты интонация бұйрық. Жұмсақ интонация өтініш реңкін береді. Интонация сөйлемнің көңіл күйі мен мағынасын айқындайды. Жағдаяттық тапсырма. Науқас пен дәрігер арасында жағдаят ойластырып, төмендегі мақал-мәтелдерді қатыстырып сұхбат құрастырыңдар. Сұрақ және жауап бөліміндегі интонациялық ерекшелікке назар аударыңдар. Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Дерт шықпаған кісіден дерт шықпайды. Денсаулық зор байлық. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азады. Әуелгі байлық денсаулық, екінші байлық оң саулық, үшінші байлық ақжаулық. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Ауруын жасырғанның жарасы асқынады. Барлық мақал-мәтелдерді оқып шықтық, енді бірге сұхбат құрастырайық. Сұхбат. Науқас. Дәрігер, соңғы уақытта өзімді нашар сезініп жүрмін, бірақ
аса қатты маңызды емес сияқты. Мүмкін өздігінен өтетін шығар. Дәрігер: сізге бір нәрсе айтайын. Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Ауруды жасырап жүре берсеңіз, ол асқынады. Ашық айтып, ем қабылдағаныңыз дұрыс. Науқас: дұрыс айтасыз, бірақ уақыт жоқ. Қазір өзімді күтуге жағдайым жоқ. Дәрігер: уақытты созуға болмайды. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Денсаулығыңызды күтіп алмасаңыз, бәрінен айырылуыңыз мүмкін. Науқас: иә, расында, өзімді соңғы уақытта әлсіз сезінемін, әсіресе жұмыс көп болған кезде. Дәрігер: бұл да таңқаларлық емес. Тер шықпаған кісіден дерт шықпайды демек. Денеңізді қозғалыста ұстамасаңыз, ауыртпалықтар пайда болады. Ең бастысы ұмытпаңыз, денсаулық зор байлық. Науқас: түсіндім, мен не істеуім керек? Алдымен толық тексерістен өтіңіз. Өйткені ауруын жасырғанның жарасы асқынады. Мәселеңізді ерте анықтасақ, оны оңай емдейміз. Ал енді бірге үй тапсырмасын көп нүктенің орындағы сөздерді сөзжұмбаққа түсіріп, ерекшеленген қатардан шыққан сөзді басты денсаулықтың кепілі ретінде алып, эссе жазыңдар. Алдымен бірге сөзжұмбақты шешіп алайық. Көзің ауырса, қолыңды тый. Саулық қайда, сұлулық сонда. Денсаулық зор байлық. Ауру батпаңдап кіріп, мысқылдап шығады. Бас аманда жан тәтті. Ыдыс таза болса, асы дәмді. Тазалық саулық негізі. Сөзжұмбақтың жауабы тазалық. Ал енді тазалық саулық негізі тақырыбына біз бірге эссе жазайық. Тазалық денсаулықтың негізі тақырыбындағы эссе. Тазалық денсаулықтың негізі. Адам өмірінде тазалықтың рөлі зор. Себебі денсаулық жақсы болу үшін гигиеналық нормаларды сақтау керек. Таза ортада өмір сүру, денемізді, тамақ өнімдерін және тұрмыстық заттарды тазалықта ұстау аурулардың алдын алудың тиімді тәсілі. Күнделікті өмірде қолымызды жуып денемізді таза ұстау, тамақ дайындағанда санитариялық талаптарды сақтау бәрі де денсаулығымызды нығайтады. Тазалыққа көп көңіл бөлген сайын өзімізді жақсы сезініп, энергия мен қуат аламыз. Сондықтан тазалық тек физикалық денсаулықты қамтамасыз етпейді, сонымен қатар психологиялық жағдайымызға да әсер етеді. Таза ортада адам өзін жайлы сезінеді, шығармашылық қабілеті артады. Адамдардың денсаулығына жауапкершілікпен қарауы тазалықтың маңыздылығын арттырады. Тазалықты сақтау бақытты және сау өмірдің негізі. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар.